Қайырлы күн. Менің қызым Лұқпан Қылышев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы. Қызым Аманат қыздар клубына қатысып жүр. Осы клубқа барғалы ол көптеген қазақи салт дәстүрлерді, қыз балаларға байланысты ырым тыйымдарды, көптеген жаңағы нәрселерді біліп келіп, үйде бізбен бөлісіп отырады. Ең жаңағы қуантарлығы, өзі осы неге клубқа қызығып барады, үйірмеге қызығады, әркез күтеді апта сайын. Үйге келгеннен кейін осы соңғы кездерде ол шаштың жайып жүруге болмайтынын, қыз балалар шашын өріп жүру қажет екендігін түсініп, өзі енді шашымды өріп бер, мама, мен шашымды өріп жүрем деген жаңа ұсыныстар айтады. Сосын бұл клубтан таң қалып келетіндердің бірі, мама, жүнді соза беретін болса, жіп шығады екен деп. Яғни қазіргі таңда балалар ондай нәрселер көп көре бермейді. Құрттың қалай жасалатынын, қонақты қалай қарсылау керек, қонақ келгенде қандай сөздер айту керек, осының барлығын осы үйірмеден үйреніп келіп жүр. Осы таңда мен ойлаушы едім, жастар көбінесе жаңа салт дәстүрге, ондай жаңа қазақи ырым тыйымдарды көп жақтыра бермейді, ұнатпайды, үйренгісі келмейді деп ойлаушы едім. Дегенмен қызым осы клубқа барғалы оң көзбен қарап жүр. Бұл орайда айтқым келетіні, ұстаздың жаңа әдіс тәсілдері, осы балаларға жеткізе білген, балаларға үйрете білген ұстазға, яғни ұстазымыз Света Әлімжановнаға үлкен алғыс айтқым келеді. Және де осы үйірме өзінің жалғасын таба берсе екен деген ұсыныс айтқым келеді. Яғни қазіргі таңда балаларға өте қажет, өте керек үйірмелердің бірі. Сәттілік тілеймін, көптен көп рахмет сіздерге.